киім сатып аламын, үйге келген кезде өкініп, өзіме ашуланып қаламын. Дүкенде барлығы жарасып тұрған сияқты болды. Үйге алып келген кезде өзімдегі бар киімдердің ешқайсысымен үйлестіре алмадым. Таңертең қайтадан сол баяғы бұрынғы киіп жүрген киімді киіп кетемін. Киімді алып жатырмын, бірақ нәтиже жоқ. Егер сізде осындай проблема болса, осы роликті соңына дейін қараңыз, мәселеден құтылудың жолын талдаймыз. Менің эксперт ретіндегі пікірім, егер сіздің гардеробыңыздағы барлық киім, қанша джинсы, қанша шал бар, қанша футболка, қанша жейде, көйлек, юбка бар, соның барлығы бір-бірімен стильді үйлеспейтін болса, онда сіздің гардеробыңыз қате жиналған, жүйесіз гардероб деп есептеймін. Және ол алынған заттардың барлығы сіздің финанстық шығыныңыз деп есептеймін. Себебі көпшілігіміз айлыққа жұмыс жасап жүрген адамдармыз. Сіз бір жемпір алдық делік, 30-40 мыңға. Сіз таңнан кешке дейін жүрген 3 күндік еңбек ақыңыз сол 30 мың теңге болсын деп есептелік. Сонда сіз киілмейтін, ешқандай киіміңізбен жараспайтын жемпір алу арқылы 3 күндік еңбегіңізді далаға жай ғана шашып жібердіңіз. Себебі сол еңбек ақыңызға алған киіміңіз жараспайды. Сізге сенімділік, элеганттылық бермейді. Сіз талпынған нәтижені бермейді. Әрине бұл финанстық шығынға алып келеді. Осы күнге дейін сондай бір-бірімен үйлеспейтін, ешқайда кие алмайтын, жараспай қалған киімдеріңіз қаншама. Егер бұны жүйелі түрде бұндай шығындарға мән беріп, тоқтап, дұрыстап, талдап, бұл мәселеден құтылудың жолын қарастырмасаңыз, бұндай шығын тиісінше ары қарай да жалғасатын болады. Клиентімнің оқиғасымен бөлісейін. Гардеробын қараған кезде 70% күнделікті өмірде киілмейтін, жарамсыз, биркамен тұрған, әшейін ілініп тұрған киімдер. Неліктен ондай болды? Себебі ол киімдер оның клиенттің өмір салтына сай жиналмаған және супер трендтерден құралған киімдер. Клиент өзі таңнан кешке дейін аптасына 5 күн мектепте жұмыс істейді. Қалған 2 күнде өзінің кәдімгі тұрмыстық істерімен айналысады. Сонда оның өмірінің көп бөлігі мектепте жұмыста болғандықтан, гардеробының да көп бөлігі сол өмір салтына сай мектепте жұмысқа киетін киімдер болуы тиіс. Алайда клиентте керісінше мектепке жұмысқа киетін киімі өте аз. Ол дүкенге барады да импульсивті киімдер сатып алады. Бір блогерден көреді, өзіне ұнаған жұлдыздардан көреді, инфлюенсерлерден көреді, жан-жақтан жарнамадан көреді. Сөйтеді де сол жарамсыз киімдерді сатып алады. Алайда өзінің күнделікті өміріне ол киімдерді интеграциялап, дұрыс, элегантты, стильді енгізе алмаған. Себебі ол киімдердің өзінің стилистикалық бағыты бұл клиенттің өмір салтына сай емес. Және де супер трендтерден жиналған. Мысалы, бүгінгі шыққан трендтер келесі сезон жарамай қалады. Қазіргі шығып жатқан трендтердің көпшілігі қысқа мерзімді трендтер. Сондықтан ең бірінші сіздің гардеробыңыз жұмыс істеу үшін, сізге сенімділік беру үшін ол базалық, негіздік, функционалды киімдерден жиналуы тиіс. Киім сізге қызмет ету керек. Керісінше емес. Мысалы, сізде нақты мақсат бар ма? Карьерада өсу немесе жұмыста белгілі бір сыйлы, жоғары статусты эффект алу керек болса, онда киіміңізде сол сіздің мақсатыңызға сай жиналу керек. Киім ол эмоцияны жабатын, сізге бір қуаныш сыйлайтын нәрсе емес. Киім деген ол ең бірінші кезекте сізді мақсатыңызға жеткізетін инструмент ретінде қолдану керек. Сондықтан бірінші кезекте дәл өзіңіздің фигура типіңізге жақсы жарасатын базалық, функционалды киімдер жиналуы тиіс. Сол кезде гардероб жұмыс жасайды. Шкафты ашқан кезде дұрыс сіздің фигураңызға сай жиналған базалық гардеробта барлық киімдер бір-бірімен абсолютті түрде үйлеседі. Және ол киімдерді сіз өзіңіздің қалауыңызбен, дұрыс аксессуарлар, дұрыс әшекейлер қосу арқылы түрлі өміріңіздің саласында кие аласыз. Ондай киімдер бар. Жай ғана оларды жарнамаламайды ешкім. Себебі ол индустрияға тиімсіз. Сондықтан ең бірінші кезекте сондай киімдермен танысуларыңыз керек. Клиенттің жағдайында біз базалық гардеробты жинадық. Қазір клиент 5 минутта
түрлі қайталанбас стильді жиынтықтар жинап үйренді. Киім мәселесіне энергияңызды, уақытыңызды, ақшаңызды құрта бергенше, оны бір рет шешіп, функционалды дұрыс жұмыс істейтін базалық негіздік гардероб қалыптастырып, одан кейін ақшаңызды өзіңізді дамытуға, білім алуға, емделуге жұмсаған жақсы емес па? Әлде қайда. Ал ондай болу үшін киім мәселесін шешіп қою керек. Сіздерді негіз атты курсыма шақырамын. Ол жерде 30 жылдап өзектілігін жоғалтпайтын киімдерді танып, таңдап, үйлестіріп үйренесіздер. Ондай киімдер бар, ол 30 жыл бұрын да өзекті болған, дәл қазір де өзекті, және алдағы 30 жылда актуалды болатын дұрыс киімдер. Және ол әр фигура типіне өзіндік болады. Сіз сұрауыңыз мүмкін, алдағы 10 жылда мен салмақ қоссам, немесе салмақ тастасам не болады деп. Қыздар, ондай киімдер ең бірінші кезекте сіздің сүйегіңізді, яғни скелетіңіздің анатомиясын ескеріліп тігіледі. Киім тіккен кезде өлшембірліктер алынады дененің, ол кезде өлшембірліктің барлығы дәл сол сүйегіңіздің орналасуын өлшейді. Сондықтан сіз ассаңыз да, толсаңыз да, сол фасон сіздің фигураңыз үшін өзекті болып қалады. Тек қана размерін үлкенірек немесе кішірегін алсаңыздар, сол кезде ұтылмайсыздар. Сондай киімдермен танысып, бүкілі барлығы шкафты ашқан кезде барлық киіміңіз бір-бірімен үйлесетіндей гардероб жинауға сіздерді шақырамын. Ойлаңызшы, алдағы 20-30 жыл бойы не киемін, дүкенге барған кезде өзіңізді жоғалтпайсыз, не алсам екен деген мәселеден құтыласыз. Үйге алып келген кезде өзімдегі бар киіммен жараса ма, жараспай қала ма деген сұрақтан да, проблемадан да құтыласыз. Бұл курс сіздерге инвестиция болады. Материалдың бәрі төлем жасағаннан кейін бірден ашылады. Қалаған жеріңізден ашып оқи аласыздар. Алда мезгілдік үлкен жеңілдіктер келе жатыр. Сол жеңілдіктің арасынан реально өзіңіз киетін, сізге жарасатын, барлық басқа киімдеріңізбен де үйлестіре алатын киім таңдап үйреніңіздер. Сол жеңілдіктің алдында сіздерге өзіңізге жасаған сыйлық болсын, жаңа жылда жаңа стильді, элегантты өмірмен бастауға шақырамын. Екі түрлі тариф бар, өз бетінше оқу және кері байланыспен. Өз бетінше оқу тарифінде де бір аптада барлық сұрақтарыңызды жинап, мен сіздерге кері байланыс беріп отырамын. Сұрақтың бәрін инстаграмыма, жекеме жіберіп отсаңыздар болады. Кері байланыспен тарифте әр фигура типінің өзінің арнайы чаты болады. Сол жерде аптасына 5 күн бойы маған сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Кері жауап аласыздар. Өздеріңіздегі бар киімдеріңізді ревизия жасаймыз. Одан кейін шопинг тізімін құраймыз. Одан кейін дұрыс шопинг жасап үйренесіздер. Міндетті түрде каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта саналы шопинг туралы біраз роликтер, ақпараттар салам. Курс туралы тағы да сұрақтарыңыз болса, комментарийге қалдырыңыз, немесе осы роликтің астындағы жазбада менің инстаграмыма және WhatsApp номерге сілтеме болады. Соған өтіп сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Мен сіздерге ашықпын.